Сәлем құрметті көрермендер, бүгін мен сары май туралы айтатын боламын. Сары май тарихтан бері ата-бабамыз күнделікті тұрмыста қолданып келе жатқан қоректі, қуаты мол, шипалы қасиеті зор, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан қасиетті азықтардың бірі болып табылады. Бұл күндері осы киелі астың қадірі кетіп, таза табиғи қасиетінен айырылып барады. Сары май өзінің қоректі құны мен адамзаттың қажетін қанағаттандырып қалмастан, шипагерлік саласында да өзіндік рөлін әйгілеп келеді. Мысалы, адам денесінде қан қоюлылық байқалса, таңертеңгі аста сары майды қалыпты деңгейде тұтынса, денедегі қан түйіршіктерін ыдыратып жібереді екен. Сары майды үздіксіз тұтыну қан қоюлық ауруының алдын алып қана қоймай, қантты несеп ауруына ем болатын шипалы дәрі есептелінеді екен. Әсіресе қазақтар ерте кезден сары майды пайдаланып буын ауруын емдеп келген. Мұнда буын қабыну ауруына тап болған адамның буынына сары май салынған қарынды тарту арқылы емдеген екен. Іші қатқан, ересек адамдар мен сәбилерге де сары майды ертіп ішкізіп отырған. Қазақ шипагерлігінде жара болған орнына сары майды ертіп жақсы жарақаттың аузын жұмсатып, ауырғанда басып тез қалпына келуге көмектеседі екен. Кілегейлі өнімнің пайдалы қасиеттерін атап өткен жөн. Құрамында майлар болса да, оның құрамында ағзаға өте қажет көптеген қышқылдар бар. Бұл маргаринмен толтырылған транс майлар емес, Д дәрумені жүйке және сүйек тіндерінің қалыптасуына жауап береді екен. А дәрумені жақсы көру және шырышты қабықтың жұмыс істеу үшін қажет. Сары май асқазан мен ішекке жақсы, төзімді, іш қатуды жеңілдетеді. Гастрит кезінде ауырсынуды жеңілдетеді. Оның қасиеттерін гормоналды тепе-теңдікті реттеуге, тиімділікті арттыруға, жүйке жүйесін нығайтуға және шаршаумен күресуге қосуға болады. Бұл пайдалы, яғни ас қорыту процестерінің бұзылуына, жүйке жүйесінің бұзылыстарына, көру қабілетінің нашарлауы, терінің, шаштың, тырнақтың аурулары, жыныс мүшелерінің жұмысына көп көмектеседі екен. 1 грамм сары майдың құрамында 7-10% 29 ккал бар екен. Бұл кейде фигураға зиянды. Сондықтан бұл өнімді қалыпты мөлшерде пайдалану керек. Таңертеңгі бір бутерброд немесе таңғы асқа ботқа ешқандай зиян келтірмейді, тек пайда келеді. Майдың аз мөлшерін қабылданғаннан кейін таңертеңгі қобалжу кетеді, күш пайда болады және тиімділік артады екен. Егер сіз бұл өнімді үнемі кішкене бөліктерден қабылдасаңыз, онда құрамында лаурин қышқылының арқасында саңырауқұлақ инфекциялар жоғалады және пайда болмайды. Сары майдың әйелдерге пайдасы туралы айтатын болсақ, Д дәрумені депрессиямен күресуге көмектеседі екен. Көруді және естуді жақсартады. Мидың жұмысы өнімдегі арахидин қышқылымен ынталандырады екен. Сары майдың адам ағзасына тағы қандай пайдасы бар? Бұл жайлы өнім әсіресе қыста пайдалы, өйткені денеге күннің болмауы әсер етеді. Оның қаныққанды майлары ісікке қарсы әсерге ие. Онкология кезінде метастаздардың пайда болуын тоқтатады екен. Майлар иммунитетті көтерудің және тіс денсаулығын сақтаудың көзі ретінде қызмет етеді. Ең бастысы бұл майлы тағам қуат көзі болып табылады екен. Сиыр сүтінен алынған майлы өнімнің зияны бірден айта кету керек. Мұндай майлы тағамдарға құмарлықтың, жүрек айнуын, асқазанның ауырлығын, диареяны тудыруы мүмкін. Бұл өнімді теріс пайдалану холестериннің жоғары деңгейіне әкеліп соқтырады екен. Бұл бляшка болуы да мүмкін, тамырларға әсер етеді. Холестериннің 80%-ға жуығын бауырда өндіріледі, ал адамдар тек 20%-ын ғана жеу керек екен. Сондықтан сары майды күнде қасықпен жеуге болмайды, әйтпесе бауыр мен жүрек ауруының тудыруы мүмкін екен. Денсаулыққа қауіп төндіретін мерзімі өткен сапасыз анықтологтармен байланысты болуы мүмкін. Өйткені олардың құрамында дәмдеуіштер және басқа да қоспалар көп болады екен. Сары майды сатып алудың қажеті жоқ жағдайлар: төмен бағамен пакетте ингредиенттер тізімінің болмауы, өнімді қалпына келтіру туралы ескерту, өсімдік майларының пальма майының құрамына қосу, крахмал кесектер немесе басқа түзілімдерді анықтау, майдың төмен мөлшері 80%-ын аз, жағымсыз иістерді немесе маргаринге ұқсастарды анықтау болып табылады екен. Бұл өнімді дұрыс сақтау, оның фарфор майлағышында сақтау маңызды. Одан зиян келтірмеу үшін майды үнемі жеу керек, бірақ дозасында екен. Сары майдың ағзаға қажетті мөлшері. Сары майдың зияны мен пайдасын бір таразы басына қойсақ, пайдасы басымырақ екендігін көз жеткізуге болады. Сары майдан мүлдем бас тарту денсаулыққа айтарлықтай зиянын тигізеді. Бірақ егер сіз күнделікті тамақ рационыңызда 30 грамм сары май қосатын болсаңыз, бұл сіздің сымбатыңызға еш қауіп төндірмей, ағзаңыздың сау болуына көмектеседі екен.
Ал сары майдың зиянына келетін болсақ, сары май дене салмағы артық адамға әлбетте зиянын тигізетін тағам, сүт өнімдеріне, соның ішінде сиыр сүтіне аллергиясы бар жандарға сары майды тұтынбаған абзал. Сары майдан аулақ болудың тағы бір себебі оның құрамында холестерин мөлшерінің тым жоғары болуында екен. Шайға сары май салып ішіңіз. Мен нан жемейтін болғасын, сары майдың ағзаға пайдасы зор екенін білгеннен аздап шайға салып ішіп жүрмін. Сөйтсем бүгін мынандай ақпарат келе қалды. Білгенге мажан. Сары майдың құрамында серотонин гормонының көңіл-күйді жақсартып, ұйқының тыныш болуына әсер етеді. Соңғы кезде Америкада шай мен кофеге сары май салып ішетіндер көбейе бастапты. Ақш ғалымдарының соңғы зерттеу нәтижелері бойынша шайға немесе кофеге кішкентай ғана сары май салып жіберіп ішкеннің ағзаға орасан зор пайдасы бар екен. Олар асқазан жарасын болдырмайды, асқазан жарасы болса жазылуына ықпал етеді екен. Тыныс алу мүшелерін сырқаттан сақтайды, тыныс жолы ауруларына таптырмайтын ем. Иммунитетті күшейтеді, қан тамырларды тазартады, мидың жұмысын жақсартады, алжудан және тамсаулықтан сақтайды екен. Бедеуліктен сақтап, шаш пен тырнақты теріні нәрлендіреді екен. Климакстың ерте болуына ықпал етіп, зат алмасу процесін жақсартады. Ішті қатырмайды, ең бастысы ағзадағы майдың реттелуіне үлкен әсері бар көрінеді. Шайға сары май салып ішіп көріңіздер. Таңертеңгілік шайды әдетке айналдырсаңыздар болады. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек. Біздің ата-бабаларымыздың әлемдік интернет желісіндегі ақпараттармен танысу мүмкіндігі болмаған. Бірақ сол кісілер көп біліпті, көп нәрсені дұрыс жасапты. Кішкентай кезімізде аталардың шайға сары май салып ішкендерін талай көрдік. Солар 90 жастан кем жасамады.